Замдалма. Балам, мінеке сенің таяқшаларыңды алып келдім. Рахмет, әке. О, Не болды? қолыңдағы не нәрсе? Таяқша, біз тамақты осымен жейміз. Сен сонда тұшпараны бір-бірден жейсің бе? Бәсе, пандалар тамақты асау керек қой. Мен меймеймін. Мәссаған, қандай ғажап, қас сұлудың өзі. Рахмет по, қойылым аяқталғанша мазамды алмаш. Жарай ма? Мен бе? Мен ештеңе айтқам жоқ қой. Тыныш, үндеме. Қойылым бітсін. Әлі басталған жоқ па? Әлемдегі ең керемет бейша. Өзі солай дейді. Ары қара. Көзің мені ішіп барасың ғой. Әке, неге олмаған тесіле қарай береді? Жүр, ортаға шық. Жоқ, мен билей алмайым. Қысылма, билей алмайтын панда болмайды. Мен сенің ойыңды оқып тұрмын. Нені оқып тұрсың? Менде сұлу панда әлемнің еш жерінде жоқ. Гүліңе рахмет. Әке, құтқара көр. Шоу өзің бірдеңе қыл. Жап-жақсы билейді екенсің ғой. Енді сенің кезегің. Жарайсың по. Қорықпа, әлі үйреніп кетесің. Бәрін бірдей қалай үйреніп? Барлау қанаты. Осындайыңды қойш. Нені айтасың? Барлау қанаты деп айқайлағаннан бірден өзгере ме? Мәселен, мен күш антеннасы немесе көкірек қуысы деп айқайласам түк болмайды ғой. Келіспеушілік қанаты. О, ананы қара. Ай ұстаз, тауық ұстаз, қолтырауын ұстаз, сіздер мұнда не істеп жүрсіздер? Нефрит құбыжықтар біздің ауылға шабуыл жасап, соларды қолға түсірмекшіміз. Тоқтаңдар. Олар кеменің ішінде болу керек. Шифу ұстаз олармен. Уайя! Шайқаспаңдар деп еді. Жүр, бізде барайық. Шифу ұстаз. Сен не қорқып тұрсың ба? Тіпті тауық ұстазың өзі дене тұрқына қарамай кемеге бара жатыр. Балда, мен де кеттім. Дәуіт, Шифу олардың көзіне түспеңдер деген. Оларды құтқару керек. Жүр. Мен сол жақтан. Сен оң жақтан кір. Тоқтай тұр. Кішкентай болсам да күшім көп. Байқа досым, қазір мен де кірем. Дәуіт? Сенің цыйың мықты екен. Жәндік досың да осал емес. Дәуіт. Абыршыма, балақай. Мен сенің цыйыңды игі істерге жұмсайын. Нефрит сарайы мен ондағы тұрғындардың көзін құртам. Жоқ. Өкініш қанаты. Ой, тұрайын. Бүгін сабақ